Шымкенттегі тағы бір ерекше стильдегі мейрамханалардың бірі Көксарай. Көксарай нағыз өзбек асханасының асханасы. Бұл мейрамханалардың желісі ашылған кезеңнен бастап күні бүгінге дейін қаланың ең көрнекті белгісіне айналды десек, артық айтқандық емес. Мейрамхананың интерьері ерекше стильде жасалған. Ол жерде шығыс пен заманауи еуропалық дизайн керемет үйлесім тапқан. Әсіресе жаз мезгілінде мұнда келуші қонақтар жасыл ағаштардың көлеңкесіндегі эстакадаларда бос уақыт өткізуді ұнатады. Шырайлы шым қаланың жылы ауа райы олардың осы бір қалауын орындауға толыққанды мүмкіндік бере алады. Әрқашан мақтауға тура келетін ең дәмді өзбек асханасы. Нағыз палау, бөдене кәуаптары, тартылған ет, балық, тауық еті, жаңадан пісірілген ыстық нан тағамдарының көптеген түрлері Көксарайдың керемет атмосферасымен үйлесім тауып, жаныңызды жадырататыны анық. Бірақ бұл жерге қала тұрғындары мен қонақтары нағыз өзбек асханасының басты тағамы палаудан дәм тату үшін келеді. Себебі бұл тағамның дайындалу тәсілі Көксарайда көркем. Оған тек тапсырыс беріп, дәмін тату арқылы көз жеткізе аласыз. Палау мұнда күніне 5 рет дайындалады. Бұл порциялар әрқашан балғын және ыстық екенін білдіреді. Ал егер сіз хош иістендірілген нандарды қоссаңыз, қандай дәмді! Кәріптас күріш, шырынды ет сынды тағамдар Көксарай мейрамханасындағы ең жақсы орындалатын дәстүрлі рецепттер. Палаудан басқа, біз тек самсаны ғана емес, ең нәзік шырынды пармутты немесе қабырғасы бар самсаны да жеп көруді ұсынамыз.